осыған дейін айфондардың барлығы шыққан кезде мен жай ғана просто ауыстырып жүрдім, себебі қатты ерекшелігі жоқ. Бірақ бірінші рет өмірімде екі түрлі бір қызық таңдау жасадым. Айфонның ең топ версиясын алған жоқпын. Pro емес, Pro Max емес, екеуі де маған ұнамады, Air алдым. Себебі мен дизайнына сындым. Екіншіден, Wylsacom көп айтады, 256 гигабайт алыңдар да сосын iCloud сатып аласыңдар дейді. 2 терабайт iCloud сатып алдым, 256 гигабайт сатып алдым. Мүмкін мені жадын көп қолданбауға тәрбиелейтін шығар, мүмкін осыған үйреніп кетемін да, жаңа заманның осы cloud қолданып. Қазір енді ашып көрейік. Негізі көп күттім. Мынаны релизі болғаннан бері күттім. Андай сезімді ұмытып қаппын. Ашқан кезде вау деген айфондар шығатын еді, ондайды ұмытып қаппын. Вау! Реально жіп-жіңішке. Қандай әдемі, қандай әдемі. Мен негізі телефондарды чехолсыз ұстаймын, мынаны да чехолсыз ұстайтын сияқтымын, бірақ мынау өте әдемі телефон. Менің ең әдемі телефондарымның бірі осы болатын шығар. Камерасы андағы түсіріп тұрған камерадан нашар, бірақ штук, анда жерде үшеу да. Бірақ фронталкасы жақсы. Рилстарды мүмкін осылай түсіретін шығармын. Жеп-жеңіл, қандай жақсы. Майысам екен? Вообще майыспайды. Алтыны естеріңізде болса майысатын еді, но вообще майыспайды. Менің ойымша, жаңа iPhone шыққан кезде, егер де ақшаң жеткілікті болмаса, рассрочкаға алам, бірдеңе істеймін, маған ақша табу, ондайларын вообще алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ ақшаң бар болса, алуға болады. Қазір қосылады, деп ары қарай контенттарды, стористарды, видеоларды, инвестицияны осыдан жасайтын шығар.